Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданындағы мектептердің оқушылары бүрсең қағып оқуға мәжбүр. Өйткені білім ошақтарына бөлінген көмір тиісті мөлшерде жеткізілмеген. Енді бірер аптада білім ошақтары мүлде жылытылмай қалуы да әбден мүмкін. Тоңып отырған оқушылар мен мектептердің мүшкіл жағдайы туралы осы өңірдегі тілшіміз Мақсат Жақсыбайұлы айтып береді. Бірлік жалпы орта мектебіне биыл 160 тонна көмір жеткізілу керек болған. Бірақ соның тек 60 тоннасы ғана қоймаға әкелінген. Тағы 20 тоннасы өткен жылдың есебінде кеткен. Ал қалған 80 тоннаның қайда қалғаны белгісіз. Мектеп әкімшілігі қазір көмірді үнемдеуге көшкен. Өткені қатты отынның қоры қазір 10 тоннадан аспайды. Бізде көмірдің бары мынау. Жазғы күні келіп түсірілген, бізде бұны тартып алатын таразы жоқ, барын әкеліп төккен. Ал қазір бізде көмір жетпейді, сондықтан 30 тоннаға келесі жылдың есебінен біз қазір сұраныс жазып отырмыз. Бір қызығы мектеп ұжымы сол 160 тонна көмірді қабылдап алдық деп қол қойып берген. Енді бармақтарын тістеп отыр. Ол аздай азнаулақ берілген көмірдің сапасына да көңілдері толмайды. Көмір сапасыз деймін. Елемесек біз жағамаймыз. Елеп осына ірісін ішінен теріп аламыз. Бұл көмір қайдан әкелген? Оны білмеймін, менің хабарым жоқ одан. Көмір кім қайдан? Күніне қанша шелек жағасыз? Күніне 7 нәсілкі жағамыз. Қыстың көзі қырауда мақтааралдық мектептер осылай көмірсіз отыр. Шәкірттер мен мұғалімдер бөлмеде бүрсең қағуда. Егде жастағы педагогтар тіпті қабат-қабат киіммен дәріс беруге мәжбүр. Білім ошақтарындағы мұндай күрделі ахуалды жауапты мамандар бірақ мойындамай отыр. Көмір тапшылығы жоқ бізде. Көмір толық жеткеріп бізге беретін мүмкіншілік бар. Яғни мектепте қазір кетіп жатыр. Ал осы мәселеге қатысты тексеріс жүргізген аудандық прокуратура расында да көмірдің жөнді жеткізілмегенін анықтаған. Ауданда 4 мектеп 80 тоннадан көмір алмаған. Бұдан бөлек аудан прокуратурасына бірнеше 5 арыз түскен. Дәл осы 5 мектептің қазіргі таңда ол бойынша ішкі істер басқармасына жолданып тексеру амалдары жүріп жатыр. Енді прокуратура аудандағы барлық мектептерде тексеру жүргізбек. Тонналап берілмей қалған қатты отынның қайда кеткенін анықтаса, оған жауаптылар тиісті жазасын алады дейді. Мақсат Жақсыбайұлы, Бақадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтинов, 7-ші арна, Оңтүстік Қазақстан облысынан.